Сәлем, баршаңызға менің арнама қош келдіңіздер. Күнделікті бір тағамды жасап жалыққан болсаңыздар, жаңа рецепт іздеген болсаңыздар, осы мампар тағамын жасауға сіздерге кеңес беремін. Рецептің маңызды бөліктерін жіберіп алмас үшін менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қарап, тағамды жасап көріңіздер. Тағамымызды даярлау үшін қажетті заттардың барлығын турап алатын боламыз. Ең бірінші етімізді тазалап жуып алып, дәл осы видеода көрсеткендегідей жіңішкелеп, төртбұрыштап турап алатын боламыз етімізді. Келесі кезекте сарымсағымызды дәл етімізді турағандай төртбұрыштап, шұқалап турап алатын боламыз. Келесі кезекте сәбізімізді де ортасынан теңдей төрт бөлікке бөліп, сарымсағымыз секілді шұқалап төртбұрыштап турап алатын боламыз. Картобымызды да ортасынан теңдей екіге бөліп, одан төрт бөлікке бөліп, дәл осы видеодағындай төртбұрыштап, сақтап турап алатын боласыздар. Бір чесногымызды да сақтап турап алатын боламыз. Қазанымызды газға қойып, астын жағып, қажетінше майымызды құйып алатын боламыз. Мінекей біздің майымыз қызды. Осы қызып тұрған майымызға етімізді салып, қақтап, қызарғанша етімізді суы тастағанша қақтап қуырып алатын боламыз. Қуырып алған етіміздің үстінен пиязымыз бен сәбізімізді де салып, пиязымыз қызарғанша жақсылап оны да қуырып алатын боламыз. Тағамымызға дәміне қарай қара бұрышымызды және тұзымызды қосып, жаңағы турап алған чесногымызды да салып бір араластырып аламыз. Бір қасық көлемінде томат пастамызды салып, бір араластырып, оның үстінен картобымызды қосып, томатымызбен бірге жақсылап қуырып алатын боламыз. Томатымыз бен картобымызды қуырып алғаннан кейін 3 кружка көлемінде суымызды құйып, аузын жауып пісіретін боламыз. Келесі кезекте мампарымыздың қамырын илейтін боламыз. Таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, оның үстінен тұзымызды қосып, және де суымызды құйып, бір араластырып алып, ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан сала отырып, жақсылап қаттылау қылып қамыр илеп алатын боламыз. Илеп алған қамырымызды салафан мешокқа салып, тұндыруға жарты сағат көлемінде қойып қоямыз. Тұндыруға қойған қамырымызды 10 минут өткен сайын арасында 1-2 қайтара басып, ең қандырып отыратын боласыздар. Біздің қамырымыз жарты сағат көлемінде тұрды, иі қанды. Қолымыздың көмегімен осылай 1-2 қайтара басып, ұнымызды сүйіп, оқтауымыздың көмегімен қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Қамырымызды өте жұқа қылмаймыз, орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз.
Келесі кезекте жайып алған қамырымызды дәл осы видеода көрсеткендегіндей жіңішке жолақшаға кесіп алып, одан кейін сақ-сақ бөліктерге бөліп, қамырымыздың барлығын кесіп алатын боламыз. Кесіп алған кеспемізді қайнап жатқан сорпамыздың үстіне салып 5-10 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Өйткені қолдан кесілген қамыр тез піседі, езіліп кетпес үшін 5-10 минут уақыт жеткілікті пісіруге. Міне біздің бүгінгі дайындаған мампар сорпамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай қамыры езілмей жақсы болып піседі. Осы мен ұсынған рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің арнамда күнделікті жаңа видеолар салынып тұрады. Ыстық тағамдардан қоса менің арнамнан салаттардың және де торттардың, тәттілердің рецепттерін табуға болады. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеле кетіңіздер. Лайк басып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де комментарий бөліміне өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер.